Ассаламу алейкум. Бүгін өте жеңіл әрі пайдалы, құнарлы, қанайтпас сорпа пісіретін боламын. Құрамындағы тағамдардың барлығын қайнатып жасайтын болғандықтан, өте құнарлы, пайдалы әрі дәмді болып шығады. Қайнап тұрған суымызға тауығымызды салып, бір қайнатып, осылай көбігін алып тастаймыз. Менің арнамдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіз. Қайнағаннан кейін ішіне жуамыз, саламыз. 5 минуттай қайнатамыз. Өте пайдалы кәдіміз саламыз, картопымыз саламыз және сәбізіміз салып, барлығын жақсылап тағы да бір қайнатамыз. Тұз саламыз. Томатымыз салып, тағы да 2-3 минут қайнатып аламыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды.